Бүгінде өскелең ұрпақтың заман талабына сай сапалы білім алу үшін тиісті жағдай жасалып келеді. Бұл бағытта Сайрам ауданының Қарасу ауылдық округіне қарасты Ақбастау елді мекенінде орналасқан нөмірі 33-ші Нұржан Шойынбаев атындағы жалпы орта мектебі аймақтағы жетістігі мол білім мекемелерінің бірі. Негізі сонау 1964 жылы қаланған ауыл мектебі үшін 2013 жылы жаңа оқу ғимараты салынып, қолданысқа тапсырылса, бүгінде мұнда 538 оқушы екі ауысымда білім алады. Ал Қара Шаңырақ білім мекемесіне тәжірибелі ұстаз Сұраншиева Айнаш Таңсықбайқызы басшылық жасап келеді. Мұнда мектептің материалдық техникалық базасын жаңарту, мұғалім біліктілігін арттыру бағытындағы жүйелі жұмыстар оң нәтиже беріп, балалардың сапалы білім, саналы тәрбие алу үшін барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Мектебіміз жалпы бастапқыда 1964 жылы құрылған 8 жылдық қызыл ту мектебі болды. Енді оқушылар саны әрине ол кезеңде өте аз. Мектепте білім алып, сол жерде аяқтап, кейін жаңағы милиция қызметкері болып жұмыс жасаған Нұржан Шойынбаев деген осы елдің азаматының атына 1998 жылы берілді. Ол азамат сондай өзінің қызмет бабында қайтыс болған, сол кісінің атына берілген атауы. Қазіргі таңда мектебіміз 2013 жылы жаңа ғимаратқа кірдік. Бастапқыда 300 оқушы еді. Қазіргі таңда 538 оқушы білім алады. Мектебімізде енді әрине халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін білім дейді ғой. Білімді ұрпақ елдің тірегі, болашағы іргетасы дейтін болсақ, ең маңыздысы тәрбие және білім. Қазіргі таңда мектебімізде 54 ұстаз қызмет атқарады. Жетістіктерге тоқталып өтсеңіз, енді осындай Қара Шаңырақ ауыл мектебінің аудан көлемінде көрсеткіші қандай? Жалпы сіздердің мектеп қандай жетістіктермен мақтанылады негізінен? Спорт жағынан ба, әлде білім жағынан ба? Барлық қырынан жақсы, жоғары деп айтуға ұялмаймын. Білімнен де, спорттан да мықты жетістіктері бар. 20-21 оқу жылында оқушыларымыз жақсы жетістіктермен атап өтетін болсам, оқушыларымыз Әсия, Аяжан деген оқушыларымыз бар еді. Олардың барлығы аяқтап кетті мектепті. Сол кездердің өзінде де мықты спорттағы жетістіктерін көрсетіп, Азия чемпионы болып атақтарын алып келді. Көптеген шетелдерге шығып, мектеп қабырғасында жүргенде. Былтырғы оқу жылында қазіргі таңда 10 сыныпта оқып білім алып жатқан оқушымыз бар, Нармат Жанелия деген. Ол оқушымыз бүкіл дүниежүзілік жасөспірімдер гимназиадасы болып өтті. Германияда, Нормандия қаласында. Сол жерде алтын медальді алып, бірінші орынды қанжығасына байлап келді. Сондай мықты спорттағы жетістіктеріміз бар. Томирис деген оқушымыз кеше жақында ғана Семей қаласында болып өткен жасөспірімдердің арасындағы турнирде екінші орын алып келді, республикалық турнир. Сондай спорттағы жетістіктеріміз бар. Ал білімге келетін болсақ, оқушыларымыз аудан көлемінде қазіргі таңда орын алып, облысқа барып келген оқушыларымыз бар. Мысалы, Абай оқулары, ақындар мүшәйрасы бағыты бойынша барып, облыстан бірінші орын, республикадан үшінші орын алып келген Айсұлтан деген оқушымыз бар. Қазіргі таңда 10 сыныпта оқиды. Ерсін деген оқушымыз және Шұғыла деген оқушыларымыз ауданда өзімізде бірінші орын алып, ғылыми жоба бойынша. Олардың тақырыбы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған жаңа ғылыми жоба болатын. Сонда облысқа барып, ол жерде де жүлделі орындарға ие болып келді. Көптеген жетістіктер мол. Әсіресе қазіргі идеялар генераторы болатын ұстаздарымыздың арқасында көптеген мектепішілік пәндік жобалар орындалып жатыр. 100 есеп жобасы, кәсіби бағдар беру траекториясы бойынша ауданда сол жобалар аудан көлемінде таратылып жатыр. Енді осы оқу жылының аяғында жақсы нәтижемен аяқталатын болса, ол жобамыз облысқа ұсынамыз деген сондай ұсыныстар да бар. Өзіңіз осындай жетістікке ие мектепке басшылық жасап отырсыз. Жуырда ғана Сайрам аудандық адами әлеуетті дамыту бөліміне де жаңа басшы келіп жатыр.
Енді мектептің осындай жетістіктерін еселеу, әрмен қарай материал-техникалық базасын нығайту бағытында алдағы уақытта қандай жобалар жүзеге асуы мүмкін Шойынбаев жалпы орта мектебінде? Гүлнар Тұңғышбекқызы бұл салада, негізі білім саласына жұмыс істеп кеткен. Соңғы 2 жылда ғана жаңағы мәдениетке кетіп отыр ғой. Ол кісі ауданның барлық мектебінің тыныс-тіршілігімен таныс деп ойлаймын. Алдағы уақытта енді мектебіміздің техникалық базасын нығайтуға, техника қазіргі таңда күннен күнге дамып жатыр ғой. Ол бойынша жаңа ұсыныстар айтылды, сұраныстар тасталған. Енді ойлаймын, кешегі мектепте жаңа бір не өткен еді. Жаңа форматта ата-аналар жиналысы болып өткен еді. Сонда біздің ата-аналар комитетіміз қасындағы мүшелерімен барлық сыныптарды аралап, көріп, қай жерде қандай қиыншылықтар бар, мұғалімдермен тілдесті, қандай ұсыныстарыңыз бар деп. Енді жаңа форматта болғаннан кейін барлығы ашық, ата-аналар кіріп, келіп, қалаған жерінде қалаған ұстазына барып жолығып, сондай форматта өтті. Сондағы ата-аналар комитетінің айтып отқан, сіздерге техникалық базаны нығайту қажет екен ғой, ұстаздардың ұсыныстары, одан қалса кіріп жаңа ата-аналар көріп жатыр. Жекеменшік мектептерді күшті материалдық техникалық базасын көріп жатқаннан кейін неге біздегі жаңа мемлекеттік мекемелерде сондай жаңа техникалық базамен қамтамасыз етілмеген деген сияқты сұрақтар қойылып жатыр ғой. Енді ол кісі де барып жаңағы басшыға жолығыпты. Сондай Шойынбаев мектебіне мықты сондай ұстаздар бар, оқушылар мықты дәрежеде нәтиже көрсетіп жатыр. Неге техникалық базасын нығайтпасқа деген ұсыныстар айтылыпты. Ол кісімен сөйлестік, ол тақырыпта айтылды. Облысқа ұсыныс тастаймыз. Лажы болса, мүмкіндік болса, мектептердің жаңағы компьютер, проекторлармен қамтамасыз етуге тырысамыз деп уәдесін берді. Өзіңіз енді 20 жылға жуықтапты басшы болғаныңызға. Мынау соңғы жылдары елімізде білім министрлігі ротациялау жұмыстарын жүзеге асырып жатыр. Бір қатар өңірлерде жүзеге асып жатыр. Жалпы енді өзіңіз тәжірибелі басшы ретінде, ұзақ жыл осы салада еңбек етіп келе жатқан азаматша ретінде, жалпы сіздің пікіріңіз қандай ротация деген мәселеге? Ротация деген өте дұрыс деп ойлаймын, мен өзім пікірім. Бір елді мекенде бір мектеп болған екен, біз өзіміз ауыса алмай қалдық, ондай мүмкіндік болмады. Әрине өзгеріс жасаған жақсы. Басқа ортаға барып, өзіңнің осындағы жинақтаған мол тәжірибеңді басқа мектепке барып, басқа қырғынан көрсетуге тырысасың. Болашақта ол ротацияның ережесіне де өзгерістер енгізеді деп үміттенемін. Себебі Сайрам ауданы өте тығыз ауданның бірі. Тығыз болғанымен бір елді мекенде бір мектеп болған, жаңағы мектептер көп. Бізде ротация онша көп болған жоқ. Өте жақсы мүмкіндік деп ойлаймын. Басшының өзінің қабілетін ашуға, басқа ортада барып, өзін көрсетуге, басқа мектептің де дамуына үлес қосуы өте үлкен мүмкіндік, жақсы мүмкіндік деп түсінемін. Алда қандай міндеттерді жүзеге асырамын деп санайсыз? Осы өзіңіз басшылық жасап отырған мектепте. Әлде сіздің алға қойған жоспарларыңыздың барлығын орындап болдыңыз ба осы мектепте? Бір жақсы мүмкіндіктерім бірі өзім жоспарлайтын жаңа мектепке кірсек екен деп. Оның үшін көптеген жұмыстар атқарылды. Енді жаңа мектепке кірдік, біраз шама уақыт болды. Енді оқушылар саны артып бара жатыр. Соған тағы қосымша бір бастауыш ғимараттарын салсақ қалай болады екен деп, енді оны жаңағы ата-аналар комитеті қамқоршылық кеңесі бар, олармен әңгіме болды бұл туралы. Соны жүзеге асырсақ екен деген сияқты алдағы жоспарларымыз бар. Өзіңіз қандай жетістікке жеттіңіз осы еңбек жолыңызда? Енді басшылық қызметте бір мектепте басшы болып келе жатсыз. Десе де, еңбек жолыңызды осы мектептен бастадыңыз ба? Қандай пәннің мұғалімісіз өзі? Өзім тарих пәнінің мұғалімімін. Тарих пәнінен сабақ берем. Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы. Ол оқушыларды жаңағы жоғарыда айтып өткен Ерсін Шұғыла деген оқушыларымыздың жетекшісі өзім болам. Қасында әріптесім, екеуміз екі оқушыны дайындап облысқа алып бардық. Одан жақсы нәтиже көріп отырмыз. Былтырғы 21-22 оқу жылында облыстық табысты менеджер байқауы болып өтті басшылардың арасында.
сол жерде жүлделі 3-ші орынға ие болдым. Директорлық қызмет өте қиын, қызық қызмет деп айтуға болады. Жас болып келдім, қызығып, мықты жұмыс жасаймыз деп алдағы мықты жоспарлармен келдік. Шүкір, жақсы жұмыстар атқарылды, әлі де алдыға қойған жоспарларымыз орындалады деп ойлаймын. Ең бастысы ауыл балаларына сапалы білім, саналы тәрбие беру уақытында еселі еңбек етіп жатқан мектеп ұстаздарының да жетістіктері мол. Тәжірибелі мамандар түрлі іс-шараларды жоғары деңгейде ұйымдастырып, балалардың оқуға деген құштарлықтарын арттыруға зор үлес қосып келеді. Біздің мектептегі атқарып жатқан жұмыстарымыз, мына былтырғы жұмыстарымыз, 3 жылдық жұмыстарымыз мектепте эксперимент жүзінде көрсетіліп, кәсіптік бағдар бойынша аудан көлеміне биыл таратылып отыр. Міне мына жерде байқағандарыңыздай, яғни оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай, оқушылардың кәсіптік бағдар траекториясын анықтау жобасы іске асырылған. Бізде сол жоба қазір аудан көлемі мектептеріне таратылып, біздің жұмысымыз таратылды. Біздің мектептің деңгейі өте жоғары. Мектебіміздің жаңағы жоғары білімді 54 мұғалім жұмыс істесе, соның ішінде 7 магистріміз бар. 17 педагог зерттеушіміз бар, 15 жаңағы сарапшы мұғалімдеріміз бар, 7 модераторларымыз бар. Мектептің мұғалімдері өте белсенді, жаңа айтып кеткенде кәсіп бағдарға тек қана сынып жетекші емес, немесе бір ғана мұғалім емес, ұжым болып атсалысудамыз. Соның ішінде жаңа сынып жетекші бар, пән мұғалімдері бар, мектеп психологтары бар, кәсіп бағдар беру бойынша нұсқаушымыз бар. Медицина қызметкері де, кітапханашы да осы салаға өз жұмыстарымен атсалысуда. Жақсы жетістіктеріміз бар білім саласында. Оны айтатын болсақ, біз өзіміз ғылыми зерттеу жұмыстарымен соңғы 3 жылда жақсы жетістіктерге жетудеміз. Облыс көлемінде оқушыларымыз 2-ші орын алды. Мысалы, ғылыми зерттеу жұмыстары бойынша 11-ші сыныптан 2 оқушымыз, оған жетекшілікті өзім жасадым. Бұл мектепте біздер көптеген жетістіктерге жеттік. Атап айтсақ, былтыр жалпы өзіміздің жасаған жобамыз, оны қорғап шығып, біз облыста жүлделі 1-ші орынды алдық. Жалпы сол жобалар сайысында бізге өте керемет мүмкіндіктер ашылды. Мектебімізді одан әрі, ауданымызды одан әрі танытуға мүмкіндіктер ашылды. Жалпы бұдан кейінгі де жетістіктеріміз бізге нақты тың ақпараттар мен басқа да білімді тез оңай меңгеруге мүмкіндік ашты. Бұдан бөлек біз жалпы осы биылда болған пәндер арасындағы олимпиададан аудандық кезеңге өттік. Одан бөлек жетістіктеріміз де өте көп. Мектепте болып жатқан түрлі сайыс, жарыстардан қалмай қатысамыз. Апталық, айлықтардан жүлделі 1-ші орынды аламыз. Өзім ұйымдастырған топ, барлық команда әрқашанда 1-ші орынға жетеді. Тағы бір осы үлкен жетістігіміз, жалпы осы 11-ші сынып оқушылары мен мұғалімдерін бірге біріккен команда ауданымызда өткен Тараз және Шымкент қаласының мектептері, басқа да білім беру мекемелері, қосымша мекемелер арасында өткен жарыста 1-ші орынға иеленді. Жалпы ол сайыстың аты эрудит еді. Жалпы біз ол сайыста керемет эмоцияға бөлендік және де өзіміздің мектебімізді, ауданымыздың атын таныттық. Өнегелі білім мекемесінде балалардың оқу білімге деген зейіндерін ашу мақсатында түрлі бағыттағы үйірмелер жұмыс жасайды. Бұл тұрғыда ауыл балаларына осындай жағдайлар қарастырылып, сапалы білім алуларына қолдау көрсетіп отырған ұйымшыл ұжым биылғы оқу жылында да үлкен жетістіктерді бағындыруды көздейді. Біздің мектебімізде 2022-23 оқу жылында оқуға құштар мектеп жобасы жалғасын тауып жатыр. Сонымен қатар оқушылардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру, қолдау мақсатында мектебімізде бірнеше осы оқуға құштар жобасы аясында бірнеше іс-шаралар өткізілді. Мектепте жылдың басынан бері кітапханадағы бір күнім атты ауыспалы челлендж 2-4 сыныптар арасында, 5-9 сыныптар арасында және 10-11 сыныптар арасында өткізіліп жатыр. Және осы кітап оқуға байланысты әр дүйсенбі күні сынып сағатында 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін оқушылар 20 минут кітап оқиды, әдеби кітаптар оқиды. Даналық бейсенбіде жобасы бізге жақсы қолға алынып жатыр. Даналық бейсенбіде жобасы аясында бізде әр бейсенбі күні аудандық, аймақтық, облыстық спортшылармен кездесу кештері өткізіліп отырады. Осы жоба бізде қазір жақсы қолға алынып жатыр. Оқушылардың кітапқа
кітап оқуға деген қызығушылығы кішкене көтеріліп жатыр оқушылардың. Мен 2-ші А сынып оқимын. Менің ғылыми жобам тақырыбы алма жемісінің пайдасы. Оны мұғалім екеуміз көп ойланған едік. Сосын мен мұғалімге алма туралы білетінімді айттым. Сосын мұғалім екеуміз алма жемісінің пайдасын қорғауды шештік. Мен мұғалім екеуміз алма жемістен түрлі тәжірибелер жасадым. Сондай алмадан білмей жүрген сұрақтарыма да жауап алдым. Алманың пайдасы мен де зиянын білдім. Алманың пайдасы саштың өсуіне, тырнақтың өсуіне, көздің көруіне, тіс пен сүйектің берік болуына, денеге түскен жарақаттарды емдеуіне, ас қорытумен жүйке жүйесін қалпына келтіреді. Күнделікті жеп тұру керек. Балалардың ас мәзіріне қосу керек. Біздің бірлестігіміздің ауыз толтырып айтатын жетістіктері өте көп. Солардың бірі біздің Закиров Айсұлтан аудан көлемінде, облыс көлемінде, республика көлемінде біздің ауданымыздың атын кеңінен шығарып жүр. Солардың бірі жалпы білім беретін мектептердегі оқушылардың арасынан осы жазда ғана Семей қаласында 23-ші рет өтіп жатқан абай оқуларына барып қатысып, облысымыздың намысын қорғап қайтты. Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда номинациясы бойынша өзінің ақындығын шыңдап, өз шеберлігін көрсетті. Республика көлемінде 2-ші орын алып, бізді сондай бір жақсы нәтижемен қуантып жатқан жағдайы бар. Одан да бөлек айтатын болсақ, осы жақын арада Ақберен байқауына барып қайттық. 8-ші облыс көлемінде Айсұлтан жалпы 1-ші сыныптан бастап біздің сыныптың оқушысы, біздің мектептің. Өзі сондай бір ақылды, зерек бала, өнерге өте бейім. Қаннан келеді дейді ғой, анасында шығармашылыққа баулайтын қасиеті бар еді. Бұл баланың сондай жақсы бала. Біз гуманитарлық бағытта өзімізге көбірек мән бергендіктен, біздің осы биылғы оқу жылында Құдай қаласа алтын белгілеріміз бар. 2 үлкен алтын белгі күтіп отырмыз. Солардың біреуі Құралбек Шұғыла. Ол қызда бізді облыс деңгейінде эссе жазудан яссауитану жаңа эссе байқауына арналған байқауға барып, облыс көлемінде 2-ші орын алып қайтты. Жарқын болашақ байқауына жақсы дайындық жүргізіп жатырмыз. Біз облысқа тағы барғымыз келеді. Республикаға барғымыз келіп жатыр. Өйткені мұғалімнің жаңағы жемісі дейді ғой, біздің еңбегімізді көрсететін біздің оқушыларымыз. Осы жарқын болашаққа қатысамыз, Махамбет оқуларына қатысамыз деп жақсы дайындық жүргізіліп жатыр. Енді біз одан кейін 11-ші сынып оқушыларына қатты мән беріп жатырмыз. ұбт-ға бұдан кейін мектеп жауапты болғаннан кейін соларға басымдықты көп беріп, мектеп ішінде дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз, эссе жүргізуден. Сапалы білім жетістікке жетудің жолы екендігін ескерсек, білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік жүктелетіндігі анық. Ал ең бастысы мұндағы шәкірттердің өнер, спорт және білім бәсекелеріндегі жетістіктері аз емес. Айталық мектеп оқушылары бірқатар республикалық, аудандық олимпиадалар мен білім бәсекелерінде жетістікке жеткен. Осылайша білікті ұстаздардан тәлім алған дарынды шәкірттер мектеп абыройын асқақтатып жүр. Қыркүйек айында өзін-өзі басқарумен президентке сайлауға түсіп, сол сайлауда 33 дауыспен президент болдым. Және де өзіме керекті мектептің белсенді оқушыларын фракция мүшелеріне қабылдап, және де солармен бірге қазір үлкен жұмыс істеп жатырмыз. Кейін мектебіміздің көптеген түлектері және де жетістікке жетіп отқан оқушылары бар. Соның бірі Нармат Жанелі. Ол Францияда күрестен өткен чемпионатта алтын медаль жеңіп алды. Біздің көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып келді. Және де өзімді де айтып өтсем, менің ақындық шеберлігім бар. Және былтыр өзімнің кітабымды шығардым, алғашқы Қауырсын атты. Және де көптеген жарыстарға қатысып, осы ауданның атынан облыстарға, республикада шыққан кездерім болды. Соның бірі абай оқулары. Абай оқуларынан облыстан мүшайраға қатысып, 1-ші орын алып, республикаға Семейге жолдама алдым. Сол жолдамада Семейде де тартысты мүшайра болды. Сол арқылы мүшайрада бақ шабама, бап шабама деп 3-ші орынды Қанжығаға байлап келдім. Абайға арнау. Абай, сен ұлысың сөзің ғылым, соны ғып міне бүгін сезің дұлың, сен жерде жатқан менен топырақ боп аспанда самғап жүр ғой сөзің бүгін. Абай, сен биіксің таудай мәлім, тербетеді жүректі баурайданың, таланттан айрылмаған жан екенсің жаратқан бергеннен сон таудайдарын. Абайдың сөз терең тілі нәрлі,
өшпейді жадымыздан жыры мәңгі. Бар қазақ ұмытпайды ұлықтайды, мың жылда бір туатын алаларды. Біздің мектепте мұғалімдердің жұмысы жақсы байқалады. Мысалы, бізде осы қазіргі дәл осы уақытта математика және информатика апталығы болып жатыр, бірақ апталық емес, айлық форматта. Яғни айта келе, бұл әр күн сайын бір ай көлемінде бізге мұғалімдер өзінің пәндері жайлы қызықты информациялар беріп жатыр. Және де тағы айта кетсем, оқуға құштар мектеп атты қазір бағдарлама болып жатыр. Біз сабақтан тыс күніге 20 минут кітапханаға кіріп кітап оқуға тырысамыз. Күніге мұғалімдерімізге үлкен алғысым шексіз, өйткені олар бізге өзінің бар білімдерін беріп, көмектесіп, мотивация беріп жатыр. ОБТ-ға да олар өздерінің дайындықтарын көмектесіп, мысалы, мен өзім физика, математика таңдағаннан кейін, олар маған қосымша сабақтарды қойып, әрқайсысы менімен индивидуально дайындалып жатыр қазір. Біз өткенде ғана мұғалімдер және де оқушылар составымен эрудит жарысына бардық. Сол жерде біз 20 команда бізден үлкен кісілердің арасынан бірінші орын алып келдік. Өзімізге өте үлкен мотивация және де эмоциялар күшті болды ол жерде. Біздің қорғаған жобамыз Ахмет ұлт ұстаз деп аталады. Біз Ахмет атамыздың әлі де біз білмейтін қоғамға тигізген істері жайлы сол туралы жобамызды қорғадық. Біз біріншіде Ахмет Байтұрсынұлы деген кезде біз жай ғана ұстаз, мұғалім деп жылы жауап ғана қоятын едік. Ал біз осы жобаны қорғау арқылы біз Ахмет Байтұрсынұлының ұстаз, ағартушы, сонымен қатар қоғам қайраткері екенін де білдік. Осы жобаның арқасында. 2022 жылдың қаңтар айынан бастап Мұхаббат апайымызбен бірге осы жобаны қолға алдық. Біріншіде басында сенімсіздік, қорқыныш болды. Осыны дұрыс жеткізе алмаймыз ау деп. Бірақ апайымыз бізге мотивация берді. Осыны сендерге сенеміз, сендердің қолдарынан келеді деп мотивациялар беріп, біз осы жобаны жақсы қорғадық және де облыстан жүлделі 2-ші орынды иелендік. Алда енді ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алып, ата-анамыздың, мектебіміздің үмітін ақтап, грантқа түсу алдағы біздің мақсатымыз. Қазіргі таңда бізде 521 оқушымыз бар. Яғни сол 521 оқушымыздың ішінде ыстық тамақпен, асханамен қамтылғаны 58 оқушы. Сол 58 оқушының ішінде 39 оқушы атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасынан шыққан оқушылар. Мектептің қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің кеңесімен шешіммен қабылданған 15 оқушымыз тамақтанады және тұл жетім бір оқушымыз, ата-ана қамқорлығынсыз қалған 4 оқушымыз, жалпы 58 оқушымыз тамақпен қамтылған. Осы тамыз айында мемлекет тарапынан қаржылай ата-аналардың есепшотына 37.389 теңге көлемінде аударылды есепшоттарына, жаңа мектептің формасын алуға, оқу құрал жабдықтарын алуға. Одан бөлек мектепке жол акциясы барысында мектебімізде іс-шара болып өтілді акция барысында. Ол жерде 38 оқушыны толық мектеп формасымен қамтыдық, оқу құрал жабдықтарымен қамтылып өтілді. Енді алдағы уақытта бізде үнемі ақпан, қаңтар айларында республикалық акциялар өтіліп тұрады. Ол жерде аз қамтылған отбасынан шыққан оқушыларға үнемі сынып жетекшілер тарапынан бақылауға алынып, оқушылардың жаңа жағдай төмен отбасылардың есебі тізімі алынып, көмектер көрсетіліп отырады. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Мәди Жаппарханов, Кемел арнасы.